Оның қысқа бір бейнесін қойып берейінші, оның жаңағы өзі былай түсінігі жөнінде сіздер құрастыратындай пікірді қараңыздар. Сауатсыздығын, саяси сауатсыздығын білдіртеді. Тыңдаңыздар мұқият. 20 секунд. Абсолютно. Партия ОДСП, она отказалась, она бойкотировала выборы 19 месяцев назад президентские, она теперь опять бойкотирует парламентские выборы. Но с этим чуть попроще, потому что парламентские выборы в Казахстане, они не главное, они ничего не решают. Решающим являются выборы президента. Тек саяси сауатсыз адам айтады. Парламент сайлауы ешқандай рөл атқармайды деп. Мінекей. Парламент президент атқару керектен биік тұр. Конституцияға заң шығарады себебі. Заң шығарады, иә? А мынау осындай коммерсант дейма, сондай бизнесмендер билікке түсіп қалады да, сосын жаңағы өзінің сана бар, осындай Шариковтың сонымен жұмыс жасайды. Иә, бұны көтеретін тақырыптары Назарбаев мынаны ұрлады, әшкерелеймін, Назарбаев мынаға керек. Бұл Лондонда кездесті Назарбаевпен. Сотталған болса да, иә, ұрысып атады, сөйтіп соталасып тұрады. Жаңағыдай Бергейдің жаңағы миллиардтарын шығарған осылай Назарбаевты компромат жинап алды да, ақшасын алып алды. Мына жерде де Мамайды бұлар ойыншық қалып алады да, Мамай оған партия керек, Қажыгелдинге. Мынандай сауатсыз адам қандай оппозиционер? Қараңыздар, парламенттің роль жоқ дейді ешқандай. Міне, саяси сауатсыз. Бір, екінші, ОСДП жөнінде бір нәрсе деп жатыр. ОСДП бойкот, екі рет. ОСДП партия емес, ол фейк партия. Билік өзінің саяси ойындарына тұр, кір дейді, қатыс, сосын кетіп қал дейді. Солай, мінекей. Тұр, жап, отыр, осындай ойыншықты, қуыршақты партия деп тұрған адам қандай саясаткер болады, ағайын? Осы қысқа 20 секундтың несіне мен сіздерге дәлелдеп тұрмын. Мынау Қажыгелдің кім екенін, саяси сауатсыз, саяси алаяқ, саяси авантюрист, бұның қай болса да сіздер сөздерін жаңағы тыңдасаңыздар, бірыңғай болды. Ұрлаған, тонаған білет өзі қатысты. Назарбаев ұрлады, Күлебаев ұрлады. Ешқашанда. Бір ретте. Мен естімеппін, бұл мәңгүр. КГБ-ның агент емес, КГБ-ның қызметшісі, қызмет жасаған КГБ-да. Әрине ол жаңағы байланыстар бар ФСБ-мен. Бұл осындай тұлға қазақтың жаңағы азаттығын үшін сөз сөйлеген, көтерген, қазақ мәдениетін, қазақ тілін, дін мәселесін жетеді ғой басқа. Бір ретті. Осы қолды сәтте базардағы бір не сияқты, саудагер сияқты Назарбаев мынаны ұрлады, Тимур Күлбаев мынаны ұрлады, Машкевич мынаны ұрлады. Болды, қашанда Машкевич өз кіргізді. Бұл сөзге қарай, енді бұндай әңгіме болған жоқ, жалпы нетіп қалды. 49 минут эфирде, жәке, мынау қай маманда болса да, мысалы өзінің сол маманның мысалы кәсіпте басты